Сәлем достар, қазіргі заманда интернет адамның өмірінде үлкен орын алады. Барлығымызды интернет арқылы әлеуметтік желілерге кіріп, бір-бірімізбен байланысамыз. Ойындар ойнаймыз, интернет арқылы төлемдер жасаймыз. Тіпті интернет кейбіреулер үшін бизнес. Дәл қазір сіз де осы видеоны интернет арқылы қараудасыздар. Бір ғана минус бар деп айтуға болады. Сіздер интернетке ақша төлейсіздер. Ал егер сізге біреу алдағы 5-10 жылда интернет Қазақстанда толығымен тегін болады дегенге сенесіздер ме? 3 жыл бұрын Илон Маск атты әлемнің біртуар азаматтарының бірі бұның мүмкін екендігін алға тартты. Бір жыл бұрын Илон Маск 2027 жылға қарай планетамызды толығымен Wi-Fi роутерлармен қоршап, тек қана Қазақстанымызды ғана емес, бүкіл планетаны басында өте арзан, уақыт өте келе тегін интернетпен қамтамасыз етуге бел буды. Илон Маск деген есім бәрімізге таныс болар. Өйткені бұған дейін Discovery арнасында Илон Маскқа қатысты 4-5 видео шыққан болатын. Өте білікті бұл адам SpaceX және Tesla деп аталатын алпауыт екі компанияның басшысы. Алдағы қолға алатын Starlink деп аталатын бұл жобасы бәрімізге қызықты болып отыр. Илон Маск аспанға 10 мыңдаған спутниктерді жіберіп, оларды бір-бірімен жалғап интернет әлемінің барлығына барынша қолайлы етпек. Тіпті кейбір мемлекеттер әрбір адам үшін тегін медицина мен білім сияқты интернетті де міндетті тегін қолданып етпек. SpaceX компаниясы бұл бастаманы дәл осы жылы бастамаққа ойы бар. Space News хабарлағаны бойынша 2027 жылға қарай планета толығымен Wi-Fi роутерлармен қоршалады. 2019 жылдан бастап SpaceX кішігірім спутниктерді жібере бастауды жоспарлауда. Жоспар бойынша 5 жылдың ішінде 4425 спутник аспанға ұшырылатын болады. Ал коммерциялық қызметті алғашқы 800 спутник ұшырылғаннан кейін бастайтын болады. Әрине, ең алдымен бұл қызметтер ақш басталатын шығар. Келесі жылдары, яғни 2024-тен бастап, тағы да үлкен диапазондағы 7500 спутник жіберілетін болады. Және бұл 10 мыңнан астам спутниктер өзара лазер арқылы байланысатын болады. Илон Масктың айтқаны бойынша 2024 жылға қарай 1 миллиард адам тегін интернетпен қамтамасыз етілетін болады. Ал 2027-2029 жылға қарай бүкіл жер планетасының тұрғындарына жоғарғы жылдамдықтағы интернет қолжетімді болмақ. SpaceX-ің осы бір жобасын басқарып отырған Патрисия Купер Америка құрама штаттарының телекоммуникация және байланыс министрлігіне жолдаған хатында мынаны айтқан болатын. ақш-тың байланыс бойынша федералдық комиссиясы 34 миллион американдықтың 25 мегабит секундына жылдамдығындағы интернетке қол жетпейді. Оған қоса елдегі студенттердің 47% федералдық комиссия бекіткен 100 мегабит секундына жылдамдығындағы интернетке қосылмаған. Осы бір себептерден SpaceX-тің Starlink деп аталатын бұл жобасы үлкен бастама болғалы тұр. Бастама болғасын қиыншылықтар да қатар жүретін айдан анық. Ең бірінші кедергі спутник айналатын орбитадағы қоқыстар болмақ. Жалпы алғанда сол бір орбиталарды көлемі 10 см-ден асатын 10 мыңдаған және 1 см мен 10 см арасындағы 100 мыңдаған объект әуеде қалқып жүр. Бұл өте көп мөлшер. Оның кез келгені мейлі кішкентай 1 см-лігі болсын, үлкен халықаралық ғарыш станциясы сияқты кемелерді естен шығаруға қауқары жетеді. Бірақ бұл туралы Илон Масктың компаниясы бір шешімін табар. Ал екінші мәселе қаржыға тірелуде. Илон Маск жалпы алғанда 10 миллиард доллар қаржы кетеді деп айтады. Оған қосымша, егер бәрі ойдағыдай кетіп жатса, Google компаниясы қаржылай қолдау көрсетуге уәде етті. Өйткені интернетке қолжетімділік туындаса, бұл Google компаниясы үшін де өте пайдалы болар еді. Ал біздің видеомыз соңына жетті. Қалай ойлайсыздар? Бұл айтып жатқандарымыз мүмкін бе, әлде жоқ па? Және егер сізде тегін интернет тезірек болсын десеңіз, осы видеоға бір лайктарыңызды қойып кетулеріңізді сұраймыз. Сіз үшін жай ғана саусақ тигізу, ал біз үшін ол үлкен қуаныш.